деген сабақ өтеміз, иә. Отбасы деген ол шағын мемлекет. Әркім өзінің отбасымен мақтана біледі. Енді осы отбасындағы құндылықтар дегеніміз, отбасындағы мерекелер, аталу, түрлі қуаныштар, қандай кезеңде, қандай сәттерде болмасын, адамдар отбасы мүшелерінің барлығын бірге болу. Қазір сендер өздерінің отбасыларың жайлы әңгімелеп беріңдер маған, иә? Жақсы ма? Әркім өзінің отбасы жөнінде қазір өзінің пікірлерін айтады. Қане, кім айтады? Ал, Құлай айтады. Менің отбасымда 7 адам бар. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Олар да мені қатты жақсы көреді. Олар мен үшін асыл жаны. Біздің отбасымызда әр адам бір-бірімен сыйласа біледі. Одан отбасыдан басталады. Жақсы. Құлай өзінің отбасымен мақтана алады. Жақсы, Нұрболмана. Мен отбасымда 9 адам, атам, әжем, жеңгем, 2 ағам, 2 інім және өзім қарындасым. Менің атам кәсіпкер. Елге қызмет етеді. Атасы. Әжем үйде бала тәрбиесімен айналысады, иә? Отбасына. Біз бақытты отбасымыз. Бақытты отбасы. Кәнеки бала отбасы. Ал кім айтқысы келеді? Мадина айтады. Менің отбасымда 5 адам бар. Олар анам, әкем, інім, әпкем және мен. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Анаң қандай істейді? Менің анам бізге дәмді тағамдар пісіреді. Ал әкем жұмыс істейді. Біз бақытты отбасымыз. Жақсы, кәнеки Менің отбасымда 6 адам бар. Анам, әкем, 3 тәтем, және өзім. Менің қарлығашты 4-ші курсты бітіріп жұмыс істейді. Ал анам ол тәтелері 2-ші курсты. Ал анам болса өде мектебінде директор болып жұмыс істейді. Отбасымен мақтанасың. Аниясының отбасы өнерлі отбасы, иә? Анасы музыка мектебінде жұмыс істейді, әрі басшысы. Жақсы, тағы айтады. Сабина айта ғой. Менің отбасымда 7 адам бар. Олар анам, 2 інім және сіңлілім. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Әкем жұмыстан шаршап келсе, анам тәтті тағамдар пісіріп, әкемді қуантып қояды. Біз де оған қуанып отырамыз. Менің отбасыммен бәріміз бірге ас ішіп отырғанды ұнатамын. Бәріміз бас қосып ас ішіп отырғанды ұнатамын. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Дастархан басына жиналып бәрі елесі отбасымен отырғанды Сабина ұнатады. Менің отбасымда 7 адам бар. Анам, әкем, ағам, тәтем, содан кейін інім, қарындасым және мен. Інім, қарындасым мен үшеуміз Шоқан Орталығындағы Торғай орта мектебінде оқимыз. Тәтем 3-ші курс оқиды. Ағам болса үйде. Анам мен әкем жұмыс жасайды. Біз көптеген мейрамдарды қарсы аламыз. Соның ішінде Наурыз мейрамы өте жақсы ерекшеленеді, жақсы қарсы аламыз. Жақсы, кәне тағы өзінің отбасы жөнінде. Менің отбасымда 5 адам. Олар әкем, анам, ағам, мен және сіңлілім. Біз өте бақытты отбасымыз. Анам, әкем жұмыс істейді, ал анам бізге түрлі тағамдар жасап үй шаруасын жасайды. Және анам мектепте 1-ші сыныпқа сабақ береді. Біз өте бақытты отбасымыз. Анасы мұғалім екен, иә, балаларға тәрбие береді. Менің отбасымда 8 адам бар. Мен оларды қатты жақсы көремін. Олар да мені жақсы көреді. Мен отбасымды мақтан етуге тырысамын. Елімді бағып, жақсы жұмысқа түсемін деп ойлаймын. Мен отбасымды жақсы көремін. Жақсы. Айтады балалар. Менің отбасымда 8 адам бар. Ол 5 бауырым және мен сін ата-анам. Біз олармен татумыз. Және де біз басымыз қосылып үйге жиналсақ, бізді әкеміз шақырып алып, ақылын айтады. Кез келген мәселені үлкен
жөніне кәдімгідей балалар. Әркімге өз отбасы ыстық, иә? Әркім өз отбасын жақсы көреді. Кәдімгідей. Тағы сіздің оқушылар бар ма? Аружан. Менің отбасымда 8 адам бар. Олар менің тәтем, 2 ағам және інім, сіңлім. Менің әкем жұмыс істейді, ал анам үйде бізге қарайды. Біз өте бақытты отбасымыз. Аружан көп балалы отбасылар, иә? Сондықтан да олар өте жақсы тәрбие алып жатыр. Менің отбасымда 6 адам бар. Менің отбасымды жақсы көремін. Біз 31 желтоқсан күні жаңа жылдың мерекесін қарсы алғанды жақсы көреміз. Және ол мерекеде біздің менің үйдегі кенже сіңлімнің туған күні болады. Кез келген мерекелерде отбасылар бірге атап өтіп қарсы алады. Және қол шапалақ. Екінші балалар үшін әркім өз отбасын жақсы көреді. Отбасы құндылықтар дегеніміз отбасындағы сыйластық, бірлік, иә? Бала өзінің ең кішкентай кезінен бастап анасының үнімен, әкесінің үнімен тәрбие алады. Және сол тәрбиені болашақта өзі жолға салып жүзеге асырады екен. Міне осымен балалар біздің пікір айту сәтіміз аяқталды.